Сәлем достар, мені каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен дәл осындай керемет сорпа дайындаймыз. Қайнатпа сорпа. Менімен бірге болыңыздар. Видеоның соңына дейін көріп, қалай дайын болатынын біліп алыңыздар. Бізге қажет сүйектер қажет болады. Еті бар сүйектерімізді салып аламыз. Су құйып, әдемілеп қайнатып аламыз. Сорпамыз бір қайнап шыққаннан соң дәл осылай көбіктерін аламыз. Сорпамызға пияз, помидор, укроп салып жібереміз. Укроптың астыңғы бөліктерін. Сорпамыз қайнағанға дейін біз керекті заттарымызды дайындап аламыз. Мен картошканы ашып алдым. Сабызымызды дәл осылай турап аламыз. Достар, мен тұрақты түрде аптасына 3 рет жаңа видео шығарып тұрамын. Сіздер соны жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіз. Менімен бірге болыңыздар. Міне достар, барлығын турап алдық. Мен тағы да пияз турап салып жіберіп жатырмын, өйткені өте дәмді болады. Етіміз де пісті. Енді барлығын алып аламыз. Еттің бәрін алып болғаннан соң сорпамызды әдемілеп сүзгіштің көмегімен дәл осылай сүзіп аламыз. Сорпамыз өте майлы болып кетті. Мен су қойып жібердім. Сосын жаңағы пиязымызды салып, бір қайнатып аламыз. Жаңа сорпаға салған помидорды турап салып жібереміз. Сәбізімізді саламыз. Ол да бір қайнап шығады. Дәл осындай переправа істетсеңіздер болады. 2 шай қасық салып жібердім. Сорпамызға картошкаларымызды салып аламыз. Картошкамыз піскенге дейін біз жаңағы еттердің барлығын турап аламыз. Дәл осындай сүйектерден сорпа жасасаңыздар болады. Сиыр етінің сүйектері өте дәмді болады. Жасап көріңіздер. Егер де жасап жатсаңыздар, комментарий бөліміне жазып өтіңіздер. Міне сүйектерге еттерді бәрін алып алдық. Енді бұны қайтадан сорпамызға салып, бір қайнатып аламыз. Жаңағы болгарский перцімізді де саламыз. Оны да бір қайнатып аламыз. Сорпамыз әдемілеп қайнап шығады. Міне достар, біздің сорпамыз дайын болды. Столымызға тарта беруімізге болады. Өте дәмді болады. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздерге үлкен рахмет. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін. Дәл осындай сорпа жасап көріңіздер. Сіздермен болған Зәуре. Міне достар, сорпамыз дайын болды. Барлықтарыңызға ас болсын.